Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Екінші бөлім. Менің отбасым және достарым. Бірінші сабақтың тақырыбы. Бұл менің отбасым. Жаңа тақырып бойынша жаңа сөздерді сөздікке жазып алыңдар. Аға, әпке, іні, қарындас, сіңлі. Оқылым тапсырмасы. Тыңда, қайтала, оқы. 43-ші бет. Менің атым Әлібек. Менің отбасым үлкен. Отбасымда 6 адам бар. Олар әкем, анам, әпкем, мен, қарындасым және інім. Дескриптор кестесі мәтінді түсініп оқиды 2 балл, мәтінді оқу барысында орфоэпиялық нормаларды сақтайды 2 балл. Жазылым тапсырмасы 5-ші тапсырма 46-ші бет. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды жаз. С қосымшасы, М қосымшасы, Ң қосымшасы, С қосымшасы. Менің әпке қосымшаны жазамыз. Сенің әпкең, оның әпке қалай болатынын қосымшаларды жазу барысында көп нүктенің орнына қоятын боламыз. Жазылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшалар жазады 1 балл. С қосымшасын жалғайды 1 балл. С қосымшасын жалғайды 1 балл. М қосымшасын жалғайды 1 балл. Ң қосымшасын жалғайды 1 балл. Сөйлемдерді қатесіз жазады 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.